Саламатсыздар ма? Нема бізге құдалыққа керек еді? Құдағиға андай бар ма? Комплект. Қымбат көрінетін ше? Өте жақсы моделька бар бізде Россиян алтыны. Міне қарап алыңызшы. Мынау Россиянка ма? Иә. Ойбай, мынау как раз болып тұр ғой. 165 мың тұрады. 165 мың? Ойбай, мынау біздің құдағидың беті дәу, как раз жарасып қалады ғой, иә? А нема андай таныс арқылы скидка деген? Енді мен сіз танымаймын ғой. Ойбай, танымасаң танысамыз ғой. Менің әлі 4 қайынсіңлім бар күйеуге тимеген. Соның бәріне алтын аламын осы жерге келіп ше. Сөйлет болсаңшы, тек бүйткен ғой бәрі. Тұрсың, жоғаласпай. А? Онда сізге жеңілдікпен 120 мың. Ой, айналай, сөйтші 120. Ойла, мына сырғалар нешеден? Міне көріңізші, бұл итальяника. Өте әдемі жарасады сізге. Иә, жарасады. Қанша? Бұл 140 мың тұрады. Жеңілдікпен 115-ке жетеміз. Ой, рахмет, айналайын. Жеңше, бұны қандай ақша алмақсыз? Ой, отыр. Мынаны не дебеш, кәс? Иә. Қандай ақша алмақсыз? Апа, ойбай, алтын деген жаман қымбат болып кетіпті бар ғой. Иә, ана комплектін алайын десем 350 мың теңге дейді. Иә. Иә. Ақшасын сап жіберші, жарты ақшасын. Апа, давайте. Ағы өтіп айтады, 135 мың деп тұр ғой. Ай, енді ана дөңгелек сырған авамай ба өзіме? Қызықсың сен де. Ойбай, ертең біліп қойсыншы, визиткасы кәдімгі деп. Ой, білсе біле берсін. Біз алған кезде қымбат тұғын деймін. Мен кінәлі емес қой, доллар бір түсіп бір мініп атқан жоқ. Мен неге бір деп айтамын? Дұрыс емес пе? Мақұл, маған не пайдалы? Айтыңызшы. Ой, бір 10 мың теңге беремін. Жүрші бол, басымды. Звондап айтайын ба, қымбат деп кеткен.